Мен Бақытбергенов Дәулет Бақытбергенұлы. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ғани Мұратбаев атындағы 91-ші орта мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Педагог зерттеуші санатында ұстаз ретінде Қазақстан Республикасы орта білім беру ісінің үздігі атанып, 19 жыл бойы бір мектепте үздіксіз қызмет атқарып келе жатқан тәжірибелі педагогпын. Мен үшін спорт алаңы жай ғана топ қуатын немесе жаттығу жасайтын орын емес. Бұл оқушы мінезі қалыптасатын, тәртіпке үйренетін, жеңілістен сабақ алып, жеңіске еңбекпен жететін өмір мектебі. Менің ұстаздық ұстанымым қарапайым. Әр оқушының бойында бір мүмкіндік бар. Бірі жылдам жүгіреді, бірі дәл лақтырады, бірі ойланып ойнайды, бірі командаға рух береді. Мұғалімнің міндеті сол қабілетті көру, қолдау және нәтижеге бағыттау. Дене шынықтыру сабағында мен оқушыға тек қимыл үйретпеймін. Мен оған тәртіп, жауапкершілік, төзім, өзіне сенім және командалық мәдениет қалыптастыруға жағдай жасаймын. Менің тәжірибемнің негізгі бағыты гандбол арқылы оқушыны жүйелі спортқа баулу және ұлттық спорт арқылы ойлау мәдениетін дамыту. Гандбол оқушыны шапшаң шешім қабылдауға, серіктесін сезінуге, жауапкершілік алуға үйретеді. Ал тоғызқұмалақ баланың зейінін, есептеу қабілетін, сабырын, стратегиялық ойлауын дамытады. Осы екі бағытты ұштастыру арқылы мен оқушының дене дайындығымен қатар ойлау, тәртіп сақтау, командамен жұмыс істеу дағдыларын дамытамын. Көп жылғы тәжірибе барысында мен гандболға арналған жаттығулар мен дайындық әдістерін жүйеледім. Авторлық бағдарламам Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының шешімімен бекітіліп, білім беру ұйымдарына қолдануға ұсынылды. Сонымен қатар, республикалық үздік авторлық бағдарлама байқауының жүлдегерімін және республикалық ұлттық мектеп лига гандбол жарыстарына төрешілік етіп келемін. Бұл жұмыс тек жарысқа дайындық емес, оқушының жас ерекшелігіне, дене дайындығына, қызығушылығына қарай құрылған кезеңдік жүйе. Мен сабақта және жаттығуда бірнеше тиімді тәсілді тұрақты қолданамын. Командалық шешім әдісінде оқушылар ойын алдында тактиканы өздері талқылайды. Бұл олардың жауапкершілігін арттырады. Қателіктен қорықпа қағидасын үнемі қолданамын. Себебі спортта қате тоқтау емес, келесі қадамға дайындық. Бір оқушы, бір рөл тәсілі арқылы әр бала командада өз орнын сезінеді. Бірі шабуылшы, бірі қорғаушы, бірі ұйымдастырушы, бірі қолдаушы болады. Тәжірибенің құндылығы оның нәтижесімен өлшенеді. Мен үшін нәтиже тек медаль емес. Нәтиже оқушының өзіне сенуі, тәртіпке үйренуі, спортта өмірлік таңдауына айналдыруы. Шәкірттерім гандболдан Қазақстан Республикасының чемпионаттарында, ұлттық мектеп лигасында, облыстық және республикалық жарыстарда жеңімпаз, жүлдегерлер атанып келеді. Тоғызқұмалақтан да республикалық деңгейде топ жарып, Азия чемпионатының жүлдесіне дейін жеткен оқушыларым бар. Бірнеше шәкіртім дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша жоғарғы оқу орындары мен колледждерге грантқа түсті. Бұл мектептегі еңбектің болашақ мамандыққа ұласқанын көрсетеді. Менің тәжірибемді кез келген мектеп жағдайында қолдануға болады. Ол үшін үлкен мүмкіндік немесе ерекше база қажет емес. Ең бастысы жүйе, тұрақтылық және оқушыға сенім. Әріптестеріме ұсынарым. Дене шынықтыру сабағын тек норматив тапсыратын сабақ деңгейінде қалдырмайық. Оны оқушының мінезін қалыптастыратын, денсаулығын нығайтатын, ұлттық құндылыққа жақындататын, өмірге дайындайтын ортаға айналдырайық. Гандболда бала командаға қызмет етуді үйренеді, тоғызқұмалақта ойлануды үйренеді. Ал мұғалім осы екеуін дұрыс байланыстырса, оқушы спортта ғана емес, өмірде де жеңіске дайын болады. Мен үшін әр оқушы болашақ жеңімпаз. Бірі спортта биікке шығады, бірі өмірде тәртіпті азамат болады, бірі өз жолын табады. Ұстаз үшін ең үлкен қуаныш шәкірттерінің өсуін көру. Менің тәжірибемнің басты формуласы сенім, жүйе, еңбек және нәтиже. Спорт алаңында басталған тәртіп өмір жолындағы табандылыққа айналады. Сондықтан мен дене шынықтыру пәнінің ұрпақ тәрбиесінің маңызды құралы деп білемін.